Сәлем достар, Букабика арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Гаухар. Сәлем достар. Достар, біздің арнамызда бүгін челлендж. 1000 теңгеге кім көп зат алады? Ал достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Кім көп зат алады деп ойлайсыздар? Комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Жеңімпазға басты сыйлығымыз тағы да 10.000 теңге. Кім 10.000 теңгені ұтып алады деп ойлайсыздар? Сосын мен үстімдегі кофтамды ойлап қалмаңыздар, барлық видеода неге тек қана бір киім киіп жүр деп. Осы үстімдегі кофта ыңғайлы и бір жағынан өзіме ұнап қалды. Ал онда біз челленджімізді бастаймыз. Ал сіздер комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер, кім көп зат алады, кім жеңуі мүмкін. Ал онда біз кеттік. Так, кім бастайды бірінші? Сулейфа мен шешек. Так, давай енді. Сулейфа. Бір бұл жолы мен бастаймын. Ал онда Кеттік. Басталды. Так, 575 теңге. Қаш қымбат қой? Біраз аталым әлі. 1000 теңгеге 695 теңге. Жоқ. Тәте таппай жатыр әзірге арзан заттарды. Қымбат заттар алмаңыз, ата менен жеңіліп қаласыз. 10.000 теңге ұтқыңыз келсе, өзіңізде қалсын дейсеңіз. Конечно, мен 10.000 теңге. Арзан заттар алуға, көп заттар алуға тырысыңыз. Үлкен заттар алып ем, 3000 теңге, 4000 теңге заттары ғой. 380. Сникерсті алсаңызшы. 389 теңгеде 265 дейді. Мен негізі сникерс жақсы көремін. Бірақ дәл қазір мен челленджді ұтып қалу үшін алмаймын оны. Басқа нәрсе аламын. Не керек болады екен? Надо күшті негізі сендірді ше, кешуге күшті ше. Вообще тапсай. Тапты. Киндер. Шешкенді жақсы көремін. Молочный. Алам енді. Так, 841 теңге бар менде әлі, иә? Иә. Мамбалыңыз мынандай 477 теңге екен. Маршмеллоу ма? Иә. Жоқ, маған мармелад жесіп көрмеймін. Может, еще новогодний шоколадтар шықты, иә? Вообще, мне подарка ғой, қан возрастта ше, қан возрастта іште шоколад. Күшті. Бірақ қымбат екен. Сразу ұтылады. Иә. 688 теңге қалды, иә? Мына жақта печенье ма? Солар бар екен. 625 теңге алсаңызшы. Мен жеңуім керек сол себептен. Сізге осындай заттар айтып жатырмын деп ше. Қаншадан екен? Ма? Мынандай огурцилар жақсы көретін едіңіз ғой сіз? Иә. 1290. Мына жақта шоколадтардың ең кітайы бар екен. 443 теңге, иә? Аха, иә.
шоколад 3-4 ішуге. Сізде неше зат болды? Пока что менде 4 зат. Енді 1000 теңгеге количество келеді. Так, неден ал. 143 теңге, алғанда 488 теңге қалды, иә? Не деген математиксіз? Не қылып өзім қалайтын шешетін заттарды алға тұрмын ғой менде. Енді 1000 теңгеге келтіріп былай. Қазақстан шоколады. Тәтең жақсы көретін Қазақстан шоколады тұр, бірақ оны ала алмай жатыр, потому что челленджге байланысты заттар ал. Заттар 88 теңге қалды. Енді шоколадтар есінде ма? Баяғыда бізде үйге подарка келетін еді. Иә. Еще білінбейді ғой бұл ше. Достарымды шоколад кімнің есінде комментарияға қалдырып кетіңіздер. Сіздерге де осындай шоколадтарды подарка әкелетін бетіңіздер. Міндеттерге комментарий жазып кетіңіздер. Тәттілердің бәрін жегеннен кейін шөлдемейсіз ба? Сушняк алмадыңыз ба? Вообще, иә. Жоқ, мен шоколадтарды шаймен ішемін. 488 теңге қалды, комедия енді бір зат алуым керек, не? 1-2 зат алсаңыз да болады, бізден арзан. Так, мармеладты жасып көрмеймін мен. Агуша аламайын. Агушаларға кіреді. Мен асанчикке агуша аламын қазір. Тәте өзін ғана ойламай, ұлын да ойлап жатыр. Конечно, обязательно. Жүрген жерде обязательно биігімді деп, ұлымды да ойлап жүрмін ғой. Енді менде қанша қалды? Почти 200 теңге ғой, 199 теңге. 199 теңге не еді? 100 теңге келе ма? Көрсеңізші, аралап. Так, о, 199 теңге. Обедик. Все, да? Болды. Так, медианың барлығы 990 теңге болды. Алған заттарымның барлығы. Дәл қазір 6 зат алдым. Менде еще 10 теңге бар. Айтып тұрма. 10 теңгеге енді ештеңе келмейді ғой. Сағыз бар депші. Сағыз. Қош сағыз алмаймын. 7 зат болады ғой, просто мен сізге көмектесіп отқаным ғой. Ал енді кезек Гаухарда. Гаухар 1000 теңгеге қанша зат алады екен? 10 теңге жеңімпаз бола ма екен, әлде мен ұтып кетем бе екен? Бірақ менің алған заттарымды қайталамау керек, Гаухар. Басқадай заттарды 1000 теңгеге алу керек, келтіріп, коммен сияқты. Қазір көреміз, қанша зат алатын? 93 теңгеге. Қайсы? Мынау. 193 теңге. Так, Гаухар 193 теңгелік сок алды. Ода қазір енді 807 теңге қалды. Так. Так, Milky Way алып қойдым мен. Не алып жатырсың? Баунти аласың ба? Мен ұнататын шоколадым. Гаухар жаңа 265 теңгенің шоколадын алды. Енді Гаухарда 542 теңге қалды. Чупа-чупс ба? 72 теңге? Иә. Өзің жейтін заттарыңды алып жатырсың ба? Так, баунти шоколадын алып алды Гаухар. Енді ода 470 теңге қалды. Сен ше шоколадтарды алып жатсың. Сушняк алмайсың ба? Шөлдемейсің ба сенде? Ана жақтарда бар ғой сулар. Ана жақтарда бар. Мен алдым бірақ. Не алып алдың? Сок па? Білмеймін мұнда. Яқтарда не бар екен? Чипсондар бар екен. Чипсондар алмайсың ба? Жоқ, алмаймын. Соктар тұр не жақта? Соктар ішпейсің ба? Сенде 470 теңге бар. 470 теңге.
Ай, қайдам. Қалған 400 теңгемен жеңе алмайсың ау. Анда китайский суп бар екен. Ондайлар алмайсың ба? Мастеркан дейді ма сондай. Яқта соктар бар екен. Мындай порошок керек емес па десе? Порошок, шампунь, агуша. Андай агуша алған жоқпын, андай аласың ба? Бұлар қымбат. 367 теңге. 2 зат болса, қанша 3 зат алу керек. 470 теңге қалды Гаухарда. Теңдей түссе, телефонмен шешеміз. 7 затқа келтіру керексің ғой енді сен. Сен неше зат алдың? 3 зат алдым. 3 зат алдың ба? Әлі 4 зат алу керексің ғой сен мені ұту үшін. Агуша 299 теңге. Қазақстан шоколады. Бұл салфетка, влажный, жоқ, сухой салфетка. Осы алсам болмайды, иә? Білмеймін, болады шығар. Ана жерде скейтлс тұр, 295 теңге. Иә. Мынаяқта Несквик, Простоквашино, сулар, соктар. Не ол? Қанша екен? 469 теңге. 469 теңге екен сол. Сен 470 теңге бар. Жетеді ғой алатын болсаң? Алсай. Простоквашино, осы жетпейді екен. Мынаяқтан ше? Бонди, Бонпари деймін, бірдеңе дейді, в общем. Фитнес батончик дейді, мынаяқта 189 теңге екен. Сондай аласың ба? Неше аласың? Біреу алам. Болды ма? Иә. Так, не бар тағы да, чипсондар бар екен, читос, митос деген. Ештеңе жоқ. Так, Гаухарда енді 281 теңге қалды. Оған неше зат келетінін білмеймін. Почти бір зат. Так, не аласың? Мынаяқта шайлар бар екен. 2000, ой, келмейді ғой, 2,5 теңге. 281 теңге. Болмайды, иә? 250 теңге болады ғой, хлебцы 252 теңге дейді. Аласың ба? Жоқ. Мынаяқта кішкентай шайлар бар, батончиктер бар. Ол келмейді екен. Мынаяқта анандай бірдеңе тұр. 279 теңге дейді. 115 сіз алған екенсіз ғой, или мынандай айтам. 153 па? Білмеймін. 153 теңге. Білмейкенде алуға болмайды, қайта алуға болмайды ғой. Ар жақтан бір теңге алады. Так, Гаухарда енді 128 теңге алды. 128 теңге не келеді өзі? Қазақстан шоколады ма? 103 теңге. Все, поеди. Енді 6 зат алдым, біреу, екеу, үшеу, төртеу баунти, 5-еу. 6 6 зат алдық. 6 зат па? Иә. Негізі Гаухарда общий 980 теңге болды мынаның барлығы. 20 теңге артылып қалды. 20 теңгеге енді ештеңе келмейді. Осындай заттар келді 1000 теңгеге. Бүгінгі 1000 теңгеге кім көп зат алады челленджінде бізде Гаухар екеумізде бірдей болып қалды. Мен 6 зат алдым, Гаухарда 6 зат алып тұр, мінекей мына жерде 12 зат общий. Сондай-ақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 зат. Екеумізде тең болған себебі де қазір Сулифа арқылы жеңімпазды анықтаймыз. Онда кеттік. Сулифа. Мен жеңдім. Алдыңғы жолғы челленджде мен жеңген едім. Бұл жолғы челленджде Гаухар жеңді. Гаухарда Каспий болып жоқ. Гаухарға қазір 10.000 теңгесін қолма-қол арқылы беретін боламын. Қолма-қол ақша арқылы ана жаққа барып терминалға ақшаны шешу керек. 10.000 теңгеге не алатынды айтпай. Өзім жоспарым. Комментарийға жазып Гаухарды құттықтап кетіңіздер. Біздің арнамызға жазылып, лайк, пікір қалдырып, бізді қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта біздің арнамызда бұдан да қызықты видеолар болады. Ұсыныстарыңызды да комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер, достар. Сау болыңыздар.